Қайырлы күн құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте ерекше әрі өте дәмді тағамның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен қазанымызға майды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Содан соң еттерімізді салып, қыздар етті қатты майда етіп тураудың қажеті жоқ. Орташа көлемде турап алсаңыздар болады. Жақсылап қыздырып, қуырып шығатын боламыз. Етімізді осылайша жақсылап қуырып алдық, қызартып, ұзағырақ қуырсаңыздар жақсы болып шығады. Қыздар, және де үстінен помидор қосып жіберсеңіздер де болады. Қоспасаңыздар да болады, ол міндетті емес, тек дәмін келтіріп тұру үшін. Осылай жақсылап тағы да араластырып алдық. Содан соң пиязымызды алып үстінен қойып шығамыз. Майдалап пиязымызды турап, және де міндетті түрде үстіне сары майды бөліп қойып шығамыз. Қыздар, сол кезде өте керемет болып шығады. Содан соң картошкамызды алып, сол жаңағы сары майдың үстінен қойып шығатын боламыз. Картошка өзі осы еттің буымен пісіп шығатын болады. Картошкаларыңыз қатты үлкен болса, ортасынан бір бөлікке бөлсеңіздер болады. Немесе кішірек болса, солай салсаңыздар да өте әдемі болып көрініп тұрады тамақты ұсынатын кезде. Осылайша картошкаларымызды салып, үстінен су құямыз, және де бетін жауып, картошка піскенше қалдыратын боламыз. Суды қатты көп қоспаймыз. Қыздар, картошканың бетінен асырып құюдың қажеті жоқ. Еттің көлемінде құйсаңыздар да жеткілікті болып тұрады. Неке қыздар, осындай көлемде суын құйып, бетін жауып, картошка піскенге дейін қалдыратын боламыз. Әзірге қамырын дайындаймыз. Ыдысымызға жылы сүтімізді және де тұз, содан соң дрожж салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де үстінен сұйық май құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, үстінен електен өткізілген ұнымызды құйып, жұмсақ етіп қамыр елеп аламыз. Қамырымыздың басы біріккеннен соң, осылай столдың үстіне шығарып елесеңіздер, өте жақсы иі қанады және де ыңғайлы болады. Осылайша жұмсақ етіп қамырымызды елеп, бетін жауып, ашығанға дейін қойып қоямыз. Неке қыздар, менің қамырым жарты сағатта ашыды. Осылайша тез ашитын болады. Содан соң столдың үстіне қойып, қамырымызды жайып шығамыз. Қатты жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ. Біздікі ашыған қамыр болғандықтан қазір піскен кезінде көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан орташа көлемде қатты жұқа етпей жайып алатын боламыз. Және де осы жайып алған қамырымыздың бетіне сары майымызды жағып шығамыз. Содан соң барлығын орташа жаңағы қатты жуан емес, осылайша видеода көрсетілгендей орташа бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Және де барлығын осындай формада орап шығатын боламыз. Өте оңай, шетінен бастап осылайдан орап алып, мантаваркамызға орналастыратын боламыз. Қыздар, бұл тағамды сіздер бірден мантаваркке жасасаңыздар болады. Менің мантаваркам өте үлкен болғандықтан мен бөлек-бөлек пісіріп жатырмын. Егер де кішірек мантаваркаңыз болса, жаңағы еттің бәрін мантаварканың астында пісіріп, осылайша қамырымызды сол кезде жаңағы еттің бетіне қоя саласыз. Мен қазір бұны бөлек пісіретін боламын. Мантаваркада бөлек отта жарты сағаттай пісіріп алатын боламыз. Егер де сіздер бірден мантаваркада істейтін болсаңыздар, қазір мысалы біз картошкамызды бөлек ыдысқа піскеннен соң алып аламыз. Сол кезде қамырды осы еттің үстіне қойсаңыздар, 20-30 минуттың ішінде де пісіп шығатын болады. Неге қыздар, картошканы жаңағы піскеннен соң осылай бөлек ыдысқа алып алдық. Етіңіз піспесе, әрі қарай бетін жауып, баяу отта пісірсеңіз де болады. Егер пісіп қойса, астын өшіріп қоя тұрсаңыздар да болады. Енді кезекте бөлек ыдысқа майымызды құйып, жаңағы картошкаларды қызартып, әдемілеп қуырып алатын боламыз.
Қыздар, менің видеоларым ұнап жатса әрі пайдалы болып жатса, каналыма қолдау білдіріп, әрі басқа да адамдардың көруіне себепші болып, тіркеліп, тегін лайктарыңызды аямай басып, әрі пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Менің каналыма кіріп, видеоларымды қарап шығыңыз, өзіңізге керекті видео табатыныңызға сенімдімін. Сақтап алып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыздар, тамаққа қосатын жаңағы барлық қоспаларды үйіңіздегі адам санына қарай көп немесе аз етіп қоса береміз. Қыздар, біздің картошкамыз жаңа піскендіктен, осылайша сыртын тек қана жақсылап қызартып алсақ болғаны, сол кезде өте дәмді болып тұрады, және де ұсынған кезде өте әдемі болып тұрады. Осылайша жақсылап қызартып, қуырып, бөлек ыдысымызға алып қоямыз. Неке қыздар, біздің жаңағы қамырларымыз осылай көтеріліп, өте әдемі болып пісіп шығады. 20-30 минуттың ішінде піседі. Осылайша тарелкамызға орналастырып алдық, және де ортасына, мен астына жарты картошкан және де қалған үстіңгі бөлігіне салатын боламын. Егер де қаласаңыз, барлық картошканы астыңғы бөлігіне салып қойсаңыздар да болады. Және де үстінен еттерімізді салып шығамыз. Содан соң мен қалған картошканың бөлігін үстіне қойып шығатын боламын. Етті де барлық жеріне жеткіліктетіп салып алғаннан соң, осылайша қалған картошкамды үстіне қойдым. Қыздар, осылай да ұсынсаңыздар өте әдемі болады. Және де үстіне жаңағы етті пісірген суын осылайша құйып қойсаңыздар өте керемет әрі өте дәмді болып тұрады. Қыздар, және де бетіне өзіңіз қалаған кез келген аскөкті сеуіп қойсаңыздар болады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет, ерекше дәмді болып шығады. Және де қонақтарыңыз келгенде де осылай ерекше етіп ұсынсаңыздар, столыңыздың көркін ашып тұратыны сөзсіз. Осы әдіспен жасап көрсеңіздер, ерекше дәмді болып шығады. Қыздар, видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, және де тіркеле отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.